Енді мен сабағымды бастай берейін. Бәріңізге қайырлы кеш. Бүгінгі күні, демалыс күні, сенбі күні, яғни 4-ші каталогтың соңғы күні осы сіздермен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Каталогты аман-есен жақсылап жабуларыңызбен құттықтаймын. Кәне, кім қанша адам тіркеді? Мына қазір мен видеомды көргеннен кейін астына комментарийға жазып кетейік. Жеке өзіңіз қанша адам тіркедіңіз? Мен өзім осы өткен 4-ші каталогтың қорытындысымен жеке өзім лично 4 адам тіркедім. 3 адам соның ішінен заказын салды. Бір адам салмай қалды. Енді ол статистика бойынша ол солай болады. Ол значит 21 күндік әлі белгісі уақыты бар. Келесі каталогте салатын болады. Енді бүгінгі күні мен сіздерге акценты каталогы, кеше жаңа айтып кеткен болатын каталогтердің ішіндегі жақсы өнімдер туралы. Енді бүгін мен сізге основной каталогтегі қандай тағы да өнімдер бар екендігі туралы тағы да қосымша айтып кеткім келіп тұр. Менің аты-жөнім Мусина Рыскүл, Oriflame компаниясының директорымын, Атырау қаласында тұрамын. Енді бүгінгі күні біздің Oriflame компаниясының беріп тұрған мүмкіншілігі өте көп екенін бәрін білеміз. Яғни основной бізде 3 нәрсе бар жұмыс жасайтын. Рекрутирование деген біздің постоянный ол бизнестің жүрегі деп айтсақ болады, бизнестің моторы деп айтсақ болады. Яғни бізге әрқашан командаға кісі шақырып тұру керек. Егер де өсемін болсаңыз, табысты боламын дейтін болсаңыз, шетелдерге қыдырамын дейтін болсаңыз, көлік керек, маған басқа нәрсе керек дейтін болсаңыз, онда міндетті түрде жеке өзіңіз командаңызға, жеке өзіңіз компания беріп тұрады. Қазір мысалы 3 кісі шақыру керек. 3 кісі лично шақыратын болсаңыз, сіздің компанияның алатын сыйлықтарын бәрін төлей аласыз. Сондықтан командамен бірге қосып, команда шақырып үйрену керек. Қазір ешқайда барудың қажеті жоқ. Рекрутирование жасау үшін мысалы WhatsApp-та группаға қосу арқылы адамдарыңызды мысалы қазіргі елдегі болып жатқан жағдайға байланысты біздер мысалы wellness информация беруге болады. Wellness-ті айналдырып алып келіп, мынадай бизнес-инфоға айналдырып алып келуге болады. Немесе тікелей бизнес-инфо беруге болады да. Сондай методтар көп. Енді мысалы личный чат на троихпен ашып болады. Не болмаса чат, мынадай общий чатқа қосып, мысалы өзіңіз жеке личный чат ашып алып, соған адамдарыңыздың тізімін соның ішіне қосып, адамдарды соларға спонсорыңызды қосып, ол адамдарға өзіңіз таныстырып, мысалы қыздар, осы мен сіздерді осы жерге қосайын деп қосып отырған себебім, алдын ала айтып алып келісіп қосу керек. Қосып отырған себебім осы қазіргі болып жатқан жағдайға байланысты, елдегі жағдайға байланысты, денсаулығымыз мықты болу үшін және де үйде отырып ақша табуға болатын мүмкіншілік болу үшін мен сіздерді осы чатқа қосып отырмын. Бәрін де осы жерде мен сізді жақсы танимын. Сондықтан мен осы жерге өзімнің спонсорымды, яғни демеушімді шақырғым келіп тұр. Демеушім аты-жөні осындай кісі, сол кісі түгелдей толық информация беріп шығады, сіздерге ақпарат беріп шығады. Сіздердің міндетіңіз соңына дейін болыңыз, тыңдаңыз, көріңіз және де чаттан шықпаңыз. Түсінбей қалған жеріңіз болса, сол жерден чатқа осы жерден қойсаңыз болады сұрағыңызды, не болмаса мен өзім жеке қойсаңыз, мен сізге өзім жауап беремін деп айту керек. Адамдар бәрібір де мысалы жуынады, шайнайды, бәрібір де мынандай несін алады, күнделікті шампунь гелін алады, бәрібір бетін күтеді, боянады, бәрібір де денесін күтеді, шампунь гель, мысалы гель сабын дегендерді пайдаланады. Қол күтімі керек, қолға крем жағу керек, аяқ күтімі керек, аяққа крем жағу керек, бәрібір де. Және де мысалы балаларға арналған түрі бар, ер адамдарға арналған түрі, және де wellness керемет бізде өнімдері бар. Соның барлығын айту арқылы бәрібір де адам өзінің магазинін алып жүрген күнделікті өнімдерін Oriflame компаниясының дұрыс өте сапасы жоғары өнімдерді алғанның арқасында осы компанияда командалық сөйтіп құрып, сол арқылы жетістікке жетуге болады. Және де бізде қазір 4 шмина максимум акциясы жүріп жатыр, оны білетін боларсыздар. Осы бірінші периодта қатыспай қалған адамдар, 1 мен 4 каталогтың аралығында қатыспай қалған адамдар, осы 5-ші каталогтан бастап міндетті түрде, егер де келесі жылы 2022 жылы компанияның 55 жылдығына байланысты мерейтойға қатысқыңыз келетін болса, Турцияда тегін демалысқа шыққыңыз келетін болса, осы 5-ші бұрыннан келе жатқан адамдардың барлығы осы 5-ші каталогтен бастап қосылып кету керек. 5-ші каталогтен бастап жеке өзіңіз 3 кісіден тіркеу керек, 3 кю рекруттан, және жеке өзіңіз міндетті түрде 150 баллыңызды қалдырмауыңыз керек. Және де сөйтіп жүргенде өсу керек. Өскеннің арқасында мысалы 40 мың теңгеден бастап 60 мың, 80 мың, 100 мың теңге 3 период бонус алу арқылы компанияның тегін путешествиесіне баруға болады. Егер де оны түсінбеген болсаңыз, тереңірек түсініп алуға өзіңіздің демеушіңізге не болмаса біздерден сұрасаңыз болады. Не болмаса осы жерге записке жазып кететін болсаңыз, сіздің жекеңізге шығып, не болмаса сол жерге айтып түсіндіретін боламыз. Және де поддержание активности и товарооборота дейді. Яғни сіз командаңызға кісі шақырып жатсыз, постоянно шақырып жатсыз, жаңадан келген кісілер келіп жатыр, бірақ ол кісілердің барлығы кетіп қалмау керек та, наразы болып қалатын болса, одан ешқандай пайда жоқ.
жоқ. Сол себепті адамдар біз неліктен обучение өткіземіз, чтобы командадағы адамдар соны білу үшін, үйрену үшін, түсіну үшін бір нәрсені күнде кешке прямой эфирге шақырамыз да. Прямой эфирге көбінесе запистен қарайды біздің адамдар. Бірақ запистен қарағаннан гөрі адам уақытын бөліп сол уақытта тікелей эфирге қатысатын болса, адамның энергиясын сезеді біріншіден. Екіншіден, мынадай сұрағыңыз болса, сол жерде тікелей эфирде жүргізіп отқан адамға сұрақ қойып кетуге болады да. Ол кісі сол кезде сіздерге көріп жауабын беріп кететін болады. Активность болу үшін бізде командада Telegram 5 күндік Telegram каналымыз бар. Сол 5 күндік Telegram каналының ішінен 5 күндік обучениені соны өтіп шығу керек. Өзіңіз өтуіңіз керек, және соны сіздің командаңызда адамдарға таратып беретін болсаңыз, сопровождение ішінде бәрі қалай жұмыс жасау керек, бәрі соның ішінде жазылған. Коротко, ясно, қысқа, түсінікті қылып соны жасадық. Ол жерде ештеме жазбайды, тек просто кіресіз де каналдың ішіне, соның ішіне қарап, өзіңізге керек нәрселерді сол жерден 5 күн бойына өтіп шығуға. Және де біздің каналда, біздің Oriflame страницасында өзіңіздің сайтыңызға кіріп көретін болсаңыз, www.oriflame.kz сайтына кіріп көретін болсаңыз, өзіңіздің номеріңіз бен пароліңізді теріп келген кезде компанияның беріп тұрған 16 шагов деген тұрады обучениесі, соны қарау керек. Оның ішінде де көп нәрсе түсінесіз, және де компанияның әртүрлі обучениелерінің бәрі, сол бүкіл жазудың бәрін астын басып қарайтын болсаңыз, соның бәрі соның ішінде тұрады. Енді активностьқа байланысты компания көптеген акциялар жасайды. Сол мысалы біз өзіміз 20 жылдан бері мен айтқан болатынмын, бір каталог мен 150 балл бонусты жасамай қалып қойған күнім болған жоқ. Себебі 150 балл бонус деген ол бізге келгенде, бизнесқа келгенде айтты, 150 балл бонус деген ол ешқандай әңгімесіз, сөзсіз мынандай жасалу керек та. Әрбір адам жасау керек. Егер де сіз жетістікке жете алмайтын болсаңыз, әрбір адам жасау керек. Яғни активностіңіз сіздің түсіп қалмау керек, және сіздің командаңыз бәрін біліп тұратын болса, адамдар сол обучениенің бәрін өткен болатын болса, міндетті түрде ол кісі өзінің товар оборотын жасайды, және де өзінің активностін жоғалтпайды. Яғни әрқашан өзінің заказын жасап, өзінің командасына кісісін шақырып, компанияның беріп тұрған сыйлықтарын алып тұратын мүмкіншілікке ие болады. Және де үшінші развитие лидерства. Развитие лидерства дегеніміз ол, мысалы, сіз өзіңіз келдіңіз ба, сізге көлік керек болатын болса, сізге табыс керек болатын болса, сізге шетелге шығу, тегін шығу керек болатын болса, сіз өзіңізді дамытуыңыз керек. Бизнес әрбір адамның өзінен басталады. Егер де сіз бір күн жасап, бір күн жасамай қалатын болсаңыз, бір күн кісі шақырып, екінші күн кісі шақырмай қалатын болсаңыз, мынадай, онда уже адамда бизнес жүрмейді. Сондықтан күнделікті сабаққа уақытында қатысып, және де адамдардың мынадай шақыруды, рекрутирование активностьті күнделікті мынадай орындап отыруымыз қажет. Себебі компанияның беріп тұрған активность пен рекрутированиесі бойынша 15% рекрутирование командада, 70% активность деген болу керек. Оны жаңа келген 3%, 6%-тен бастап сіз соны біліп алуыңыз керек. Ол деген не екенін түсінбесеңіз, тағы да бізге сұраңыз, біз сізге айтып түсіндіреміз. Развитие лидерства дегеніміз, сіздің өзіңіз лидер болатын болсаңыз, сіздің командаңызда сізді қайталайтын сіз сияқты лидерлер шығады. Сондықтан өзіңіз лидер болмай, өзіңіз қолға алмай мынадай бизнесіңізді, бизнес сізге керек та, әрбір адамның өзіне керек. Ақша өзінің үйіне керек, жанұясына керек. Яғни сіз егер де мысалы чатта активный болу керек, элементарно да. Сәлем қыздар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Бәріңізге сәтті күн тіледім. Элементарно да, просто да. Және де мысалы мына жерде жаңадан бір нәрселер бөлісіп жатады біздің қыздардың бәрі. Соның бәріне сіз өзіңіздің мынадай жақсы екен, маған ұнады, мына жерде мынадай түсінбей қалған сұрағым бар деген сияқты өзіңіз сол чатта активный болып жататын болсаңыз, сіздің шақырған адамдарыңыз сол чатта сіздің активный екеніңізді көріп, сізге қарай олардың барлығы тартылатын болады да. Және 29 март күні, ертең емес арғы күні, компания сағат 14:00 Астана уақыты бойынша, біздің Атырау уақыты бойынша 13:00-де Oriflame Мегафест деген үлкен фестиваль өткізгелі тұр. Мына Мегафестке қатысуға ссылкасын жібереді компания. Әрбір адам өзінің үйінде отырып, консультант болсын, консультант емес, қонақ болсын, кез келген адам қатысуына болады. Өзіңіздің қасыңыздағы мысалы таныстарыңызды, шақырғыңыз келіп тұрған адамдарыңызды шақыратын болсаңыз, мысалы шақырғыңыз келетін болса, сол ссылканы беретін болсаңыз, ол кісілер де сол прямой эфирге қатыса алады. Бүкіл СНГ территориясы бойынша 8 каталогтың бері жаңа результатқа шыққан адамдардың бәрі СНГ территориясы бойынша құттықтайтын болады компания. Және де қазіргі акциялар туралы толықтай түсіндіріп айтатын болады. Каталогтың 5-ші каталогтың 1-ші күні, как раз понедельник күні сағат біздің уақытпен сағат 13:00, Москва уақытымен 11:00, Астана уақытымен 14:00-де, яғни сол кездесуге бәріміз бірдей қатысуға сіздерді шақырамын. Және де сол кездесу біткеннен кейін 17:30, яғни біздің уақытпен 16:30 уақытта, значит, бітеді сол мероприятие. Содан кейін именно Қазақстанға арналған, Қазақстанның консультанттарына, Қазақстанның бренд партнерларына, лидерларына арналған компания акцияларды ары жалғастыру керек, қалай істеу керектігін тағы да толықтай түсіндіретін болады. 16:30 мен біздің уақытпен 17:30 аралығында, яғни 1 сағат. Сондықтан сол мероприятиялардың сол күнгі 2 кездесуге де СНГ-мен болатын, және де біздің Қазақстанмен болатын мероприятияға да
мындай ссылка жібереді компания, сонымен қатысайық. Енді инструменты для рекрутирования. Рекрутирование мысалға мына жерде фундамент біздің мынандай бизнесіміздің өсуі үшін основной фундамент. Яғни постоянно новый адам келіп тұратын болса, сіздің доходыңыз да өседі, званиеңіз де өседі. План успехамен мынандай сіз көтерілесіз ары қарай да. Яғни рекрутирование ол сіздің тек қана сіздің өзіңізге ғана байланысты. Сіз оны қалай шақырасыз, кімді шақырасыз, қандай методпен шақырасыз, теплыймен шақырасыз ба, холодныймен шақырасыз ба, басқамен шақырасыз ба, оны өзіңіз білесіз да. План қанша план жасайсыз, мысалы неше кісі тіркеймін, оның бәрін самостоятельно өзіңіз істей аласыз. Яғни мана айтып кеткен болатын 15-70 деген 15% рекрутирование, сол біздің рекрутирование оңай болу үшін бізде компания күшті қазіргі уақытта навстречу переменам деген акция жасап қойған білеміз да. Енді навстречу переменам деген акция бойынша кешегі өткен каталог бойынша егер сіз жеке кісіңізді тіркеген болсаңыз, бәрімізде чатқа, бәрімізде мынадай статусқа салып қойған болатынбыз, сумкамен қызыл кошелекті сыйлыққа алуға болатын болды. Егер де сіз оны алуға үлгермей қалған болсаңыз, осы 4-ші, 5-ші, 6-ші каталогке шығарып тұрған компанияның акциясы. 5-ші каталогта егер де сіз жеке мысалы новичок келетін болса, новичок бұрынғыша өзінің 4 қадам сыйлығын алады. Мысалы бірінші қадамда эклад, мужской женский, да, екінші қадамда Джордани сериясының тональный мен туши, үшінші қадамда эссенция бет тазалайтын эссенция мынандай сұйықтығымен мына ночной крем маска, төртінші қадамда коктейльмен омега 3-ді компаниядан 990 теңгеге алуға. Бүкіл ол сыйлықтың барлығының бағасы 62.940 теңгені құрайды. Енді қараңыз, сіз сондай үш танысыңызды шақыратын болсаңыз, үш танысыңыз келетін болса, сізге осы каталогте 5-ші каталогтың акциясы бойынша үлкен бүйтмады илетін иыққа алып жүруге болады, қолға ұстап жүруге болады, жолға шыққанда дорожный сияқты ұстап жүруге болады, үлкен сумкамен мынандай ремешогы бар іліп қоятын, және де кішілеу клатч, мынандай қонақтыққа бір жерге барғанда клатч, оның да ремешогы бар, замогы бар, жаңағы гармошка сияқты үлкен болып созылып ашылады, қайта жабылады. Сондай сумканың екеуін сіз 790 теңгеге ала аласыз. Олардың бағасы негізі одан қымбат, 39.500 теңге тұрады негізінде бұл сумкамен екінші клатчтың бағасы, ал сіз оны компаниядан 3 кісі шақырғаныңыз үшін 790 теңгеге ала аласыз. Және де осы каталогты, мысалы 4-ші каталогтың қорытындысымен 22%-ке шыққан болсаңыз, егер де сіз, онда келесі каталогте командаңызбен лично өзіңіз 3 кісі тіркеп, 3 рекрут жасап, яғни 200 балл бонусыңызды жасап, және де мысалға командаңызбен 15% рекрутирование, 70% активность деген ұстайтын болсаңыз, этический кодексті бұзбаған болсаңыз, компаниядан чемодан аласыз сыйлыққа, және де сол чемодан алған адамдардың барлығы iPhone 30-на қатыса алады. Навстречу переменам акциясы бойынша, енді келесі каталогте, 6-ші каталогте beauty кейс пен сағат екенін білетін боларсыздар, да. Және де өткен каталогте мынандай өте көп лично мынандай 10-20 тіркеген адамдардың ішінен топ 10 адамдардың ішіне компания Polaris деген мынандай не берді, робот-пылесос берді. Енді активность, яғни сіздің ростыңыздың стабильный болуына гарантия береді. Яғни мысалы активностьтің ұстап тұратын болсаңыз, сізде текучка деген болмайды. Және де мысалы 15-70 дегенге көп көңіл бөлетін болсаңыз, сіздің доходыңыз 2 есе өседі. Мана айтып кеткенде активность болу үшін, жалпы мысалы жақсы болу үшін, жалпы бүгін мысалы каталог бітті да, ертең жаңа каталог ашылады. Сол жаңа каталог ашылған кезде сіз бірінші күннен бастап өзіңіздің жеке заказыңызды тапсырып беріп тастаған жақсы. Менде Нұрсұлу деген апай бар. Ол кісі постоянно каталог басталған кезде ең бірінші күн басталмай жатып, қашан ашылады каталог, қашан ашылады, мен заказ берейін деп едім деп сразу заказын беріп тастайтын. Ауылда тұратын үлкен мұғалім болған апай бар, да, мысалы пенсияда. Личный заказыңызды бірінші күн беріп тастаған жақсы, себебі бірінші күн беріп тастайтын болсаңыз, складта бәрі болады, сіз керек өніміңізді, сыйлықтарыңызды бәрін сол бойда шығарып ала аласыз. Және де бірінші аптада 1-2 каталог сіздің командаңызда жұмыс жасамай қалған, мысалы заказ салмай қалған адамдарға хабарласуға болады. Екінші аптада мысалы 3 және одан да жоғары адамдарға хабарласуға болады. Және де үшінші аптада мысалы қайттан повторный звонок жасап, 21-ші күні заключительный проверка жасап отыруға болады. Сондай методпен жұмыс жасайтын болсаңыз, сізде жақсы рост болады. Және де City Drive деген не болып жатқан білесіз, уникальный мероприятие. Баяғыда бізде 2012 жылы бізге Атырауға Айқын келді, Нұрия келді, Ахметова да мысалы тамашаның алдында үлкен шатырлар құрылып, сол жерде біз күшті мероприятие жасаған болмыз. Сондай мероприятияны компания ұйымдастырады. Егер де біз қала болып түгелдей командамыздың активностін ұстап тұратын болсақ, рекрутированиеміз күшті мықты болатын болса, жыл бойына үзбестен соны ұстап тұратын болсақ, ол әрбір адам оған қатыса алады, әрбір адамның жеке үлесі сол жерде общий қаланың үлесіне шығады. Солай шығатын болса, егер де біздің қала победитель болып шығатын болса, яғни онда сондай үлкен сондай сияқты мероприятияны бізде Атырауға келіп компания өткізеді, сондай үлкен кездесуді.
енді Қазақстан бойынша 19 облыс бар ма, сол 19 облыстың ішінде сол мынандай очередь бүйтіп қойып қойды, негізінде мынандай мероприятие өткізетін, мынандай жиналып офистарға барып, групповой звонок жасап, бьюти сессия жасап, мынандай әртүрлі мероприятиялар жасап, мысалы wellness сессия жасап, сондай жасайтын мероприятие мысалы бүгін енді ұйымдастырамыз, ертең ұйымдастырамыз деп ойлағанбыз негізінде, бірақ енді қызыл зонаға кіріп кеттік дегенге байланысты қайтадан отмена беріп қойып отырмыз біздер да. Сол жыл бойына егер де біздің қалада керемет сондай үлкен мероприятие болсын десек, бәріміз бірдей, бір адамдай атсалысып жұмыс жасауымыз керек. Ол біріншіден адамның өзіне керек. Сіз жұмыс жасап, мынандай кісіңізді тіркеп, активностьтің командаңыздың көтеріп тұратын болсаңыз, сіздің өзіңіздің ростыңыз болады, во-первых, да. Во-вторых, сіздің үлесіңіз қалаға қосылады, общий үлес қосылады да. Яғни сондай бәріміз бірге командамен жұмыс жасайтын болсақ, біздің қала жеңіп алып, бір жыл бойына үзбестен жасайтын болсақ, біздің қала жеңіп алып, вполне возможно, сол үлкен мероприятияны біздің қалада өткізуі мүмкін. Баяғыда 2012 жыл сол біздің ең бірінші өткізген 5 қала жеңімпаз болды. Сонда ең бірінші біздің қалаға өткізген бірінші орын біздің қала иегерлері алған болатынбыз. Сол сияқты жасасақ қолымыздан келеді. Давайте бірге соны бірге жасайық. Бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін, яғни әркім жұмыс жасайса, өзі үшін, өзінің жағдайын жақсарту үшін ғой енді. Бірақ сонда да общий үлесіңіз қалаға қосылатын болғандықтан, сол үшін де бірігіп жұмыс жасаған қызық болады деп айтқым келеді сіздерге. Және де бізде мысалы бағана айтып кеткен болатынмын, сайтқа кірген кезде 16 шагов к успеху деген бар. Яғни новичоктың тезірек түсініп кетуіне көмектеседі, 360 градус знания алуға көмектеседі. Яғни барлық адамға бірдей единый обучение болады. Не істеу керек екендігін конкретно жазып қойған, компания не жасаған, неге жететіндігін, қандай мотивация беріп қойған, спонсормен, компаниямен связь ұстау керектігі туралы түсінеді, адамдардың реальный историяларын көреді. Және де мысалы мына жерде каждый мынандай шагты өткен сайын уже адам уже бірінші күн тез өтіп тастайды. Мысалы тіркелгеннен бастап 24-48 сағаттың арасында 9 шагты өтіп тастауға болады. Келесі 48-72 сағаттың арасында 6 шагты өтіп тастауға болады. Одан кейінгі мына үшінші күні мысалы бірінші заказ салғаннан кейін 2 завершающий программасын өтіп шығатын болса, уже көп нәрсені түсінетін болады да. Енді мынау каталог бітті бізде да. Енді келесі каталог басталады. 5-ші каталог, 6-ші каталогқа арнап компания акция жасап тұр. Размести единовременный заказ на 50 баллов бонусов в каталоге номер 5 да. И, в общем, 5-ші каталогте спящий болсын, не спящий болсын, любой кез келген адам, 50 балл болсын жоғары, мысалы активный болсын, 50 балл болсын жоғары тапсырыс жасайтын болса, онда 6-ші каталогте 83% скидкамен за всего 1990 теңгеге 3 түрлі ароматтың біреуін таңдап алуына болады. Оның біреуі туалетная вода May Lake Garden деген парфюм. Оның толық бағасы негізінде келеді 7-8 мың теңге тұру керек. Соны 1990 теңгеге аласыз. Екінші парфюм керемет Люсия, қызыл биткен мынадай бантигі бар сияқты Люсия бұрынғы. Оның бағасы тоже 83% скидкамен 1990 теңгеге. Және де мына аромат весны Воларе Роза сияқты түсімен мынадай не істелген. Оны тоже 1990 теңгеге алуға болады. Және де осы каталогте заказ беріп үлгергендеріңіз туш алған боларсыздар. Туш алсаңыздар, туш туралы отзывты жазып, компанияның фотоға түсіп, компанияның хэштегін салып, мынадай розыгрышқа қатыса аласыздар. Оны ұмытып кетпеңіздер, салғандарыңыз салған боларсыздар. Енді главный приз полностью компания сіздің стиліңізді өзгертіп береді. Екінші приз ол 3 сертификат, 50 мың теңгеге 3 сертификатқа қатысып ілігіп кетуіңіз мүмкін. Және де үшіншісі 5 сертификат 25 мың теңгеге қатысуыңыз мүмкін. Жалғыз бір тушты алғанның арқасында. Сондықтан егер туш алған болсаңыз, оны үндемей отыра бермей, өзіңіздің страницаңызға хэштегпен салып, және де официальный компания страницасына, Oriflame официал КЗ деген, соған страницасына салып, сол ұтыстарға қатысуыңызға болады. Және мына жерде мына каталог келді да, каталогте мысалы новый каталогты алғаннан бастап, басынан бастап соңына дейін түгелдей қарап шығыңыз. Яғни адамдардың мысалы каталогтың ішінде новинкілер көп та. Каждый каталогте бізде новинка шығады. Қазір уақытта осы каталогте Новый сериясынан Pro Ceuticals деген, в общем, сила расширенного ухода дейді. Яғни от хорошего к отличному по уходу за кожей дейді. Яғни Новый сериясы бізде өте керемет ең жоғары деңгейде зерттеліп шыққан запатентованный өнімдер екенін білеміз да.
яғни мысалға как будто сіз профессиональный косметологтың қолында отырғандай өзіңіздің сол комплексный уходтан алып жатқан эффектіңізді одан сайын әдемілетіп бетіңізді тегістетіп одан сайын мынандай сиять етіп изнутри как бы мынандай үш түрлі сыворотка концентрат деген шығарған ішінде с ретинолом, сыворотка пилинг деген шығарған 6% содержанием аминокислот дейді. Одан қалды мысалы сыворотка концентрат с 10% витамин С бар құрамында, да, сыворотка концентрат с пептидами, обновляющая маска из биоцеллюзы с экстрактом центеллы дейді. В общем, сондай мынандай керемет өнімдерді шығарған, ампула да бар сияқты, мынандай бірінен кейін бірін, оның бәрін күнде жағуға болмайды енді. Интенсивный уходтар, мынандай сіздің қосымша, мына өзіңіздің основной серияңызға қосымша бетіңізге сияние, мынандай подтяжка, мына крем с ретинолом дегендер, да, и с витамином С дегендердің барлығы теріңіздің, кожаңыздың әдемі болып тұруына көмектеседі. Қосымша мынандай уже 2 аптадан кейін уже подтверждениесін көре бастайсыз, кожаңыздың әдемі ылғалданып тұрғанын, және де тегіс болып қалғанын, және де мысалы жұмсақ болғанын, одан қалса морщинкалардың азайғанын, мимический морщинкалардың азайғанын, және де теріңіздің, беттеріңіздің әдемі болып жасарғанын өзіңіз 2 аптада қолданғаннан кейін көре бастайды екенсіз. Оны енді каталогты алған болсаңыздар, оның ішінде соның барлығы жазылған. Яғни оның бәрі күнделікті пайдаланбайсыз, күнделікті пайдаланатын основной уходтың үстіне қосымша пайдаланатын уходтар олардың барлығы. Соның бәрін сіздер каталогтен қарап, дұрыстап оқып, танысып шығыңыздар. Және де 29 күні кездесу болған кезде ол туралы да компания толықтай түсіндіріп айтады. Болашақта телеграм каналда Wellness, не официальный инстаграм каналдарда Oriflame Wellness деген страница бар. Жолжанова Айгерім дейтін біздің компанияның менеджері, сол Novage және Wellness өнімдерін продвигать ететін, сол кісі түгелдей сол жерлерде де толықтай айтып түсіндіреді. Сондай мероприятияларға, онлайн кездесулерге қатысыңыздар, сонда көп нәрсені түсінесіздер. Және де мына жерде дене күтіміне арналған Love Natural деген сериялар бар. Оның скрабы бар, сабыны бар, гелі бар, шампуні бар, бет күтімі бар, да, мысалы новойдан шыққан йогурт, экстракт йогурты дейді, да, экстракт черника, экстракт ежевики құрамында қосылған керемет Love Natural сериялары бар. Мысалы соларды көрсетуге болады адамдарға. Және де мысалы адамның қанша дегенмен мысалы туш жатыр дейді ғой, керемет длина беретін, подкручивание беретін, адамның туш ұзаққа тұруға көмектесетін құрамында защитный факторлар бар құрамында. Біздің любой туштың құрамында пантенол бар. Адамның кірпігін, түсін, түбін укреплять етеді және питать етеді. Яғни көбінесе мысалы көп адамдарда кірпігін жасырады, не істейді ғой, мысалы кірпікке зиян келеді, кірпіктің бәрін жұлып алып тастайды екен адам. Сол түскен кезде. Ал именно біздің туштармен боятын болсаңыз, объем береді, удлинение береді, изгиб береді. Яғни соның бәрін бірге өзіңіздің кірпігіңізді әдемі етіп бояп қойсаңыз, соның өзі әдемі болып тұрады деп айтқымыз келеді. Және де мынау ерінге және бетке, және де тинт дейді, гелевый тинт, яғни стойкий естественный макияж губ и щек. Мысалы ерніңізге, бетіңізге какандай помада сияқты и как тень сияқты қылдырып жағуға болатын сондай гелевый тинт шығарған екен компания. Және мысалы бізде развитие лидерствоға мысалы план успеха ең лучший инструмент екенін білеміз. Яғни план успеханың не екенін, қалай екенін білу үшін 4 түрлі видео шығарылған. Компания 4 түрлі видео план успеха туралы айтып түсіндіретін қазақша және орысша официальный компанияның YouTube страницасында бар. Не болмаса план успеха Oriflame деп іздесеңіз, сол жерде бәрі шығып тұрады. Орысша түрі жазылған, қазақша түрі жазылған. Мысалы басындағысы 0%-тен бастап 18-22%-ке дейін жазылған. Одан 22%-тен бастап бриллиантқа дейін уровень жазылған. Бриллианттан бастап президентке дейін бриллиантовый исполнительный директорге шейін жазылған. Одан кейін президентский командаға арнап шығарған 4-ке бөліп түсінікті, ыңғайлы болу үшін солай шығарған план успеха видеоларын қарап көріңіздер. Және де осы 2021 жылы Oriflame компаниясы 1-ші каталогтен бастап 16-ші каталогтың аралығында 4-4 жымина максимум акциясын өткізіп жатқанын білесіздер. Маған айтып кеткен болатынмын басында. 4-4 каталогының акциясының 4 периодының уже 3 периоды қалды. Соның 3 периодында егер сіз бонус алатын болсаңыз, Турцияға тегін бара аласыз. Яғни оның біреуі 1-ші периодпен 1 мен 4-тің каталог арасында болды. 5 пен 8-дің арасы, 9 пен 12, 13 пен 16-ның арасында болды. Енді сізге 1 мен 4-тің каталог өтіп кетті. Егер де сіз келесі жылы тегін путевкамен Турцияға барғыңыз келетін болса, 5-ші каталогтен бастап қалмастан, үзбестен лично өзіңіз 3 кісіңізді тіркеп, ол кісілер Q рекорд болу керек, яғни 100 балдан жоғары тапсырысын жасау керек, және де сіз өзіңіз жеке как спонсор ретінде 150 балл бонусыңызды міндетті түрде жасап отыруыңыз керек, егер де Турцияға барамын дейтін болсаңыз.
және де өсу керек, көтерілу керек. Сол өсіп көтерілгеннің арқасында 40 мың, 60 мың, 80 мың, 100 мың теңге үш бонус алатын болсаңыз, компаниядан тегін шетелге шығасыз. Плюс еще премияңыз болады, плюс еще зарплатаңыз болады, плюс еще мына бонус дополнительно ақша сізге компаниядан түседі. Плюс еще шетелге тегін тусовка, да. Оның бәрі еңбек, қып-қызыл. Просто так отырған үшін ешкім ештеңе бермейді. Егер де шыққыңыз келетін болса, қыдырғыңыз келетін болса, обязательно сол условиялардың бәрін орындау керек. 3Q рекорд, 150 балл бонус, және де мысалға уровендерге көтеріліп, мынадай не алу. Осы каталогте, осы акция бойынша кеше компанияның несі болған кезде, мероприятиесі болған кезде, акценты каталогы жүрген кезде, сол условияны орындап бірінші каталогтен бастап қосылып кеткен адамдар сөйледі, да. Бірінші каталогтен бастап максимальный бонус алуға, яғни новый старший менеджер болған бірінші каталогте сондай адамдар сөйледі. Соның ішінде маған кәдімгідей ұнағаны, нешедемін деді, құдай ау, 63-темін деді ма, әйтеуір, в общем, үлкен апай, пенсиядамын, мен қазір үйде отырмын балалармен, бірақ сонда да осы компанияның берген мүмкіншілігін пайдаланып, мен осындай спонсорым бірдеме деп айтты. Осы бірінші каталогтен бастап мен сол Турцияға баратын условияны орындап, соған қатысып отырмын, директор дәрежемді қорғаудамын деп сөйтіп айтып жатыр. Ондай кісілер мысалы қазір Double Speed программасы бойынша премияңызды, шыққан уровеніңізді 4 каталогтан кейін түгелдей атаңызды жауып тастайды да компания, премияңыздың 50%-ін уже ала бересіз, 50%-ін келесі 8 каталог, келесі 4 каталог жапқаннан кейін компаниядан 50%-ын аласыз. Бүгін енді көріп отырған барсыздар, 500 балл бонус, 750 балл бонус, мысалы 2000 бонус деп тұрғандар, олар жартысын қорғап тастағандар уже полный атағын жауып тастады, бірақ келесі премиясын қалған, келесі 4 каталог құрғаннан кейін түгелдей алады. Бірақ бүкіл квалификация бонустардың барлығына қатысады. Егер де сіз 22%-тен жоғары болатын болсаңыз, не болмаса 5-ші каталогтен қалып қойған болсаңыз, онда сіз как спонсор ретінде 2 кісіні шығаратын болсаңыз, 2 кісі 12 новыйдан келген адам, 12-ші каталогқа дейін тіркелген адамның барлығы Турцияға баруға қатыса алады. Енді мысалы 2 кісіні шығаратын болсаңыз, сіз 25% скидкамен барасыз. Сонда менеджер, старший менеджерге шыққан адамдарда 3 кісіні шығарған болсаңыз 50% скидкамен боласыз, 4 кісіні шығарған болсаңыз, сол квалификация жасап шетелге шығаруға, онда 100% скидкамен бара аласыз. Яғни Double Speed программасы бойынша осы каталогтың мүмкіншіліктерін бәрін пайдаланғанымыз дұрыс болады. Сондықтан бүгінше осы каталогтың акциялары туралы сіздерге қысқаша айтқым келгені осы. Енді келесі 5-ші каталог табысты каталог болсын, манағыдай қуанышты каталог болсын, жетістігі мол каталог болсын. Сіздерге тек жаңа званияға жетіп, мысалы мен кеше өткенде көрген болатынмын, Замира дейтін бір қыз бар екен, біздің Атырауда тұратын, 29 күннің ішінде Oriflame компаниясына старший менеджер атағына жеттім дейді. Екінші айда мен уже золото званиесін ашып тастадым дейді. Сол сияқты адам жасап тұрса, бір адам жасап тұрса, қай заманда болмаса, қазіргі кезде бізде де, мысалы жаңа жылдың алдында жетіпті. Сол сияқты, яғни сіз де жете аласыз, яғни біз де жете аламыз. Просто соны жасайық, бірігіп жасайық. Жалғыздың үні шықпайды, жайдың шаңы шықпайды. Біз мына жерде дымымыз қалмай шырылдап барынша түсіндіріп айтып отырмыз. Сіздің міндетіңіз соны алып, түсініп, үйреніп, егер де маған керек дейсем, мысалы қай жерге барыңыз, мейлі қай компанияға барыңыз, қай спонсорға барыңыз, егер де сіз дым жасамайтын болсаңыз, дым ешқандай жетістікке жетпейсіз. Сондықтан бизнес адамның өзінен басталады. Давайте өзімізді өзіміз қолға алып, жұмыс жасап, осы компания беріп тұрған мүмкіншіліктерін пайдаланып көтерілуге жұмыстанайық. Бриллиант болайық, бриллиант болып компаниядан көлік алайық, да, мысалы компаниядан тегін шетелге бриллиантты конференцияға шығайық. Ақша мысалы миллиондап тапсаңыз өзіңіздің артық етпейді деп ойлаймын. Сондықтан оның бәрі енді күнделікті кісі шақыруға, күнделікті активный болып обучениеге қатысуға, және де күнделікті мынандай өзіңізді дамытуға байланысты болады. 150 баллыңызды жасап. Сонымен айтқым келгені осы. Бәріңізге сәтті күн тіледім, сәтті қайырлы түн тіледім. Күндеріңіз сәтті болсын, ертеңгі демалыстарыңыз жақсы өтсін. Амандықпен, саулықпен кездесе берейік. Бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.